Сәлем достар, қалайсыздар? Менің көптен ойлап жүрген арманым бүгін орындалды. Өзіме арнап термомикс аппаратын алдым. Өзім онша тамақты дұрыс дайындалмағандықтан осы аппараттың көмегімен бауырсақ және көптеген тағамдарды жасаймын деп жоспарлап қуанып алдым. Соны бөлісіп қояйын, сіздерге де пайдаларыңызға жараса игі болсын. Сіздер де алып қолданып көріңіздер. Менің қуанышымда шек жоқ. Өзінің өлшейтін таразысы бар, өзінің мерный стаканы бар, және де өзінің рецептері бар. Барлығы бұрыннан кеткен германский аппарат. Маған өзіме қатты ұнады. Смузи тағамдарды, ыстық тағамдарды, бауырсақтарды жасап, үйдегі адамдарды қуантуға керемет таптырмас құрал деп білем. Алыңыздар, егер мүмкіндік болып жатса, ал мүмкіндік болмаса, әзірше осы видеоны қарап, лайк басып, комментарий қалдыруыңызды сұраймын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Біздер аппаратты қосып көрейік деп, ең алдымен балмұздақ жасадық. Ол үшін бізге қатырылған құлпынай қажет болды, және де сливки қосып, азғантай қантпен балмұздағымызды дайындап алдық. Балаларыма және де үйдегілерге қатты ұнады. Және де оңай басқарылады. Сенсорлық экранды қолдана отырып, кез келген қалаған тамағыңызды тауып алып, сонымен қолдансаңыз болады. Және де мұнда черная запись деген бар екен. Сонда қажет дұрыс емес ақпараттардың барлығы сақталып қалады. Сотка салғандай жазамыз. Қонақтар келгенде біздер қонақтарға нан таратамыз. Қонақтар жасайды негізінде. Сіздер де енді баламен не болып тұрғасын. Қазір біздер мороженое жасаймыз. Ол үшін жерге поисққа біздер мороженое деп жазамыз. Келесі буквалар мына жағында, мына жағын басасыз, сонда жылыларын жүріп отырады. Міне мороженое, фруктовый мороженое жасаймыз. Мына жерден қарап аламыз. Ингредиенттары, сложности, қалай жасалады, барлығы, советы, барлығы бар. Именно только клубника емес, жазын мезгілінде банан, манағыдай қауын, барлығынан жасай беруге болады. Не бар, соның барлығына жасай беруге болады. Біздер қазір 60 грамм сахар саламыз. 60 грамм сахар. Өзінің встроенный весы бар, столды қозғалтпай, Плюс-минус бола береді ғой, да? Чуть-чуть болады. Қайта басталып кетті. Мына жерде міне көрсетіп тұр до конца. Өзі сахарный пудра болады, да? 10 секунд деп тұр, да? 10 секундта бізге сахарный пудра жасап тұр. Бірінші сахарный пудрасын аламыз. Кәдімгі сахар болып шыққан, пудра болып шыққан. Любой мука, сахар, любой рисовая мука, гречневая мука, барлығын өзіңіз үйден жасауға болады. Гречкадан ба? Гречканы салып жүресіз, ристі салып жүресіз, бәрін мука қылып дайынсыз, сатып алмайсыз, одан болады. Мысалы, сахардың өзі бізде қанша теңге тұрады? Пудра ма? 200 граммның өзі 1200 ба сондай тұрады, қымбат тұрады. Сіз үйден өзіңіз жасайсыз. Біз нені жасадық, сахарный пудраны, енді 500 грамм мороженое фрукты. Любой, не обязательно клубника. Малина мен банан, қауын, любой қандай не бар, соны салып береді. Неше етті ме? 9 клубника. Так, 400 грамм болды. 400 грамм болды, да?
банан не істемеген бананды алуға бола ма? жоқ, замороженный болу керек. Бәрі Міне замороженный. көрдіңіз бе, зеленый мен бүйтіп айналып көрсетіп тұр мына жерге дейін деп. Жесең Қатты дауыс шығады. Біз просто замороженный болғасын, ол қатты дауыс шығады, иә. Ол пышағы одан қайрала береді мына неден. Енді безіп берді бізге. Енді осыны түсіріп жібереміз де, қазір үстіне сливки құйып Жан-жағын бүйтіп түсіріп жібереміз. түсіріп жібереміз. Бұл деген ондайды дауысқа. Сливкиді жібереміз. Ана жер жазылып тұр ма? Сливки деп тұр. Мына жерде весы деп тұр. Далее басамыз. И мына жерде лопатканы салып тұр. Мына бастаймыз да, лопатканы саламыз. Өзінің третіні бар мына жерде. Трекпа өзіміз түспейді пышаққа дейін. 40 секундта бізде мороженое. Мастер-классқа үлкен адам қатысып отыр. Ең үлкен әлемдегі болашақ Термомикстің несі ғой? Клиенттері. Бізге мороженое салатын әдемі түспейді. Мама, келе беріңіз. Деп мама өздері әрең еткенде қайтып жақамады. Қалай мороженныйдың түрі? Баяна? Не домақ салатын бар ғой, сонымен салады. Специально касса бар ғой, сонымен көрсетеді. Бір жерлерге барғанда, бір жақтарға барғанда, тоқтай домақ бір шариктің өзін қанша аласыздар? 600 ба, 700 ба? Бизнес жасайын ба? Мороженое сатып алып отқандар бар, тоже Қытай шелектерге салып береді қыздар. Группаға қосамын, сізді группада қыздар айтып отырады, уже мотивация бір-бірін бөліседі қыздар. Несі күшке лопаткасы. Қызым, қара жер. Ши ғой. Мороженое қалай екен? Дәмін қара. Күшті ме айта ғой? Шиші. Ас болсын. Баған ішінде қалып болған жан-жағындағы жумаймыз. Ішіне қыттай сүт құямыз да. Балдарға береміз ғой, активия нелерді. Сондай сияқты не шығады, бізде коктейль шығады. Өзі бір типарный несі бар. Екі дене. Коктейльдер мысалы, оны қайдан білеміз коктейль не істеп жатқанын? Просто 3 томалақ тұрады экранда өзін қосылғанда. Міне осы 3 томалақпен жұмыс жасай береміз кайттан. 10 секундқа скорость бокал береміз. Сәлім бір қылайық. Қалайсыздар? Мен сүт вообще ішпеймін ғой. Айында сөйтіп жүреді. Кәші болса да, бермеші елде де қолмен жейінші деп сұрайды. Главное, жесе екен деп жедейм мен істеймін. Сәдікке сөйтпеймін екен, Тоже қолмен. Манаға не замороженныйдың қалғанына сүт қоса қояды екен, сосын айналдыра қояды.
Мындай кел, микрофон. жазамыз, мынаны жасаймыз. Напиток деп жазуымыз керек қой. Значит, 150 грамм сахар. Тоже сахарный пудра жасаймыз бірінші. Анау. Аспен алып жүрміз, бұл күшті. Жетпейтін сияқты. Қазақ күні. Цедру лимонный. Асылдай қатқан. Ұстаған. Көп ашылды ма? Өзі болғаннан кейін сыйлау береді. Сахарный пудраның буы, қорқып кетіп жүрмеңіз, болады. Секердің тағы. Иә, көп жасап, көп количество мына біз 60 грамм жасап, шыққан жоқ. Кішкене көптеу жасап. Түтіндеп кетті. Сахарный пудраның несі дейді. Бу дейді. Кәдімгі иіс шығады екен да сахардың. Бірінші пудра жасап атқан көретін. Апельсиннің несін қосамыз да өзі. Лимон деп тұр, бірақ апельсин қосамыз. Иә, апельсин қосамыз. Балдарға ашық болады. Ана қонақтар келеді ғой, сол кезде лимон қосып. Мұз салып, қазір мұздың орнына біз су қосамыз. 2 апельсин береді, 2 апельсин. Иә. Ama siz түсірсіз әдетпей. Басқа жерден дайын ба? Отырсаңыз отырыңыз. Бірақ түсірсіз камера. Не қылып керексіз? Қажық. Қалай бетін жоқ сені. Алма деп. Кетші. Мүденшеді құттай тұрып, сорғы жүрші. Отырған жерге. Su хали. Yanına kaç kere yapıyorsun? Üstüne attık. Tekrar buraya yiyelim. Видишь, живет козабей, что у меня. Раз не видела. Еп болсаң. Түйіліп жейді еп болын. 500 грамм су қоямыз да? Көз айтып, сонда сақтырамыз. Лед салмаймыз. Су құямыз, ледтің орнына су құямыз, потому что лед балдарға керек. Егер бакал керек па? Мына жаққа берем мама, мына жаққа жылтыр бакал. Қайда? Мына жерде қазал. Графин керек болады, графин. Графин қазал. Оны бере қойды, мына жаққа берем.
Hadi. Bas. несін мякиттарын ішкісі келмесе сүзіп қоюға болады. Ішкisi gelmesin var. Сүзіп құюға болады. Çıktı. Есік тұстамақ болыңыз. Астынан. Обязательно. Қақпағы демейді. Сап-сары болушы керек. Azı есікті ашып беріңдерші. Өзім көрсетемін. Қалай мама? Соппам осында. Бір алма, бір апельсиннен күшті шығады. Сіз алма мен апельсинді тағы жасап жүрейік. Alma var mı? Алма мен апельсин де бар. Қаншет бар екен мен сөйтші. Сен отыр ана жерге. Көрсетші. Alma mı? Сок ішесің бар аяна? Алма бар ма қазір салатқа? Бар. Зеленый яблоко. Балдар тістеп кетеді ғой, соларды да салып жүрсің. Ішіп көрші сок. Сок ішіп көрші. Күшті. Қамшет сок ішіп көрші. Ішіне не тістаймыз. Сондай көп оны қоспай қойшы оны. Смузи. Сок Енді істейтін отыр, да? Қазір сосын жасын сіздерге керек не жасап береміз. Петрушкадан алып. Бүгін көрдім ба? Садқия енді қазір не деп жазамыз? Нектар деп жазамыз. Басқа түрі да, напиток нектар деп жазамыз. Программасы бар, оның компьютер сияқты. Шапоның өзі ойнадың да? Не? Абрикосовый нектар деген бар. 7 штук құрағадан абрикосовый натуральный нектар шығады. Фруктовый нектар дегенмен жасаймыз. 300 грамм смесь, любой смесь. Любой алған болсын, не болсын. 300 грамм. Қазір біз грушамен Үйде не бар, соны салып жібереміз. Манго. Лимон сахар. сахар қасымыз. Бізде мысалы балдарға пюре жасаймыз ғой, пюре жасап беретін. Осы пюре болады, да? Жоқ, пюренің де басқа түрлері бар ғой, рецепттері өзінің. Бір грушамен бір Лопаткасын алып беріп аласыз. Мана бір груша, бір алма, сосын бір қытай кусочкін салып жібердік қой. Алма, мәне мандарин, апельсин. Сондай уже дайын болып тұр, да? Бізге езіп беріп барлығын. Мысалы, соковыжималкамен жасағанда бір жағынан отход шығып жатады ғой. Бізде ешқандай отход шықпайды. Көріңіздер ішін пюресін. Күшті шықты. 500 грамм су құямыз. 300, 400, 500 болды. 500 су асып кетсе. Штаны алып. 5 секундта су. Енді суды құямыз. Суды Неге қыз жүрейікші? Мүмкін ба? Смяки тут 500 грамм. Литр болса су 500 грамм не десе, фрукты десе 450-500 грамм қылып артық салып жіберіп сосын литр су құясыз. Да, не жасаймыз? Напиток жасаймыз тоже. Ол бана бешбармақтан кейін үлкен кісілер особенно асқазаны қорытылмай, мысалы біздерде жастарда кола ішіп жатырамыз ғой. Соның орнына біз напиток из петрушки. Бұны біздер үзбей ішетін болсамыз, бетіміз тап-таза болады.
кәдімгі детокс қой да мынау. Детокс. 50 грамм петрушки. 50 грамм бар. Тек бұғаны бұның өзі жеу жаңа, қазір осының 50 грамм атшыр. 50 грамм. Далее сахар 60 грамм. Закройте носку. Естеп береді, езіп береді, и су құямыз. Қанша су құямыз? 500 грамм су. 500 грамм. Минеральная или Исінің өзі кәдімгідей контур күшін істейді. Салқын су құйсаңыздар да болады. Салқындатып кісі келгенде жақсылап бешбармақтан жасап бере қойсаңыздар күшті болады. И лимон. Лимон. Надо лимон. Без кожуры и без косточек дейді. Один лимон без косточки. Без косточки тассыз и қабықсыз деп тұр ғой. Бәк сусын ғой, енді тамақ пісіреміз ба? Қазір ұстаймын. Бастаймыз. Лимон аз емес па? Жеткілікті ма? Бір лимон. Бір лимон. Яна жағаласпақ қосып, білген көп масқара аласыз. Мен жаққа епсе, мен қасым. Қапандай алып кесе қойған көреді. Самоса. Бетінде өзінің кислороды полезно. Үлкен кісілерге жақсы көрінеді, осыны жақсы көрінеді. Ішіп көресің бе? Ішпеймін. Мамаға дейін ба? Şeyde bilmeyle. Toylarını ötünü gördüzüzüm. Toyda otum. Aspa. Pasta жасаймыз. Только листья деп жазылып тұр. 4 ветки. Нарда негізі полезный, иә. Мына ішіне бульон дегендер бар. Корзинаға, сүйік салып жеп, нарын салып жүрсеңіз, мына ішіне витаминнің барлығы. Сысқанға бұлу. Витамин бәрі осының ішінде. Видеоға түсіріп жатырмын. Мына ішінде сонда бульон дегенге қосамыз да? Бульон деп жазасыз, тек мына осылай. Біз паста деп жазып тұр ғой, солай жазасыз да. Дальше бульонды жасай бересіз, өзі айтып тұрады. Сұрайсыз ғой, білмей айтсаңыз, түсінбей айтсаңыз, басында сұрайды. Чеснок. 2 зубчик чеснок міне. Салып жіберейін. Еще қыласыз ба? Да, жарайды. Екеуін. Кәдімгідей қазір бізге. Кішкене дауыс шығуы мүмкін. Иә. Бала. Чеснокпен нені бізге дейтін күшті болып істеп тұр. Чеснокпен енді жауапкерін өткізіп тұрамыз ғой, мысалы. Бұл чеснокты бізге бар істеп береді. Петрушка. Иісі енді күшті болады. Сөйтіп лопаткамен түсіріп аламыз. Түсір деп ана айтып тұр. Өзі айтып тұрады бәрін. Газовканы қос, наны түсір, газовканың градусын осындайға қой деп бәрін айтып тұрады. Микронені ғой пешті. Түсірдік, енді біз 200 грамм сыр, кусочканы. Сыр жоқ, енді нан саламыз оны. Мына кішкене енді қазір бізде бұршақ Сыр бар ғой, қатты сырларың болмай ма? Кептен сырлар. Бірақ оны кеуіп кеткен ба слишком? Кеуіп тұр, я. Қайсы бері ғой? Қап-қатты ғой, жақсы.
Ана қосай бершеш. Кішкене қаттылап, ана блендермен істеп алмасақ. Блендер бар ма ішінде? Анағы блендер ғой біздер енді уатып жатқанымыздың бәрі. Мен кішкене қазір былтырақ шығады. Мен кәдімгі 2-3 топ шығады. Сырдан ба? 200 грамм дейді, сол 200 грамм ба? Өзім салып жіберейін дейді. Или сол жетіп. Граммын ішеміз көрсетіп тұрады. Біздер сусында жасап тастадық мына жерде. Бірден алмаған десін. Қазір попробовать етесің деп. Соковый жималка бәрі бар. Иә, бәрі бар, тамақта да пісіресіз. Қазір Соковый жималка, блендер, мясорубка барлығын заменить етеді. Annesi hatta şkafka saklayıp Иә, сөйлемеңдер. Жағасы ұйықтады ма? Шыққан ұйықтаса Мына 100 грамм ветчины деп тұр, иә. Любой колбаса, мына филенің нелері де бар, соленый түрлері. Иә, Копченый, копченый түрлері. Еттен қалып қойған, бешбармақтан қалып қойған нелері, еттер, мына любой бара береді, қазы, Қазы да бола бере ма? жая бәрі. Грудинер жаямен жасадым. Рошана вообще термомексті алып тұрған жоқ, тек стол болып тұр. Көтеріңізші, пожалуйста. 100 грамм сливочное масло. Масло береміз самый. Самый. Холодильник бола бере? Холодильникке өндіреміз. 100 грамм дейсіз. Хороший Елу грамм. Потому что на сырдың өзі андай майлы болып тұр. 30 секундта бізге қазір паштет жасап береді. Қайралмыз. Кәдімгі не деген ол Творожный сыр, мана немен, кәдімгідей сырмен негізі кішкене басқаша шығады. қаттылау болып шығады. Иә, кішкене андай болып шығады. Уже андай сыр боласын Мен дейсіз ғой да, қарай. Нанға жағып жейтін, қазір нан пісіреміз. Нанмен жағып жейсіз. Нан пісіреміз ғой да? Иісі шығып жатыр да, чесноктың? Маған келіп жатыр әйтеуір. Базарлама қазір рұқсат болады, тамақ қоймаймыз. Күшті пісірмейтін ана. Пельмок келатыр, Айзада мен. Жақсы төкпеңіз. Екеуіне соғалмай. Мен адамдардың түгелденді көрдіңіз ғой. Бұйырған адам ұшып келатыр әйтеуір. Пельмокқа жазып едім, алмады ғой. телефон ішіп тұқты. Мен жеткізбей отыр ғой, өзі 2 мин алыстыр десе. Телефон алмай жатсың, кешеден бері. Ерте, неттен ғой. Шындықтан балдар. Уже бастап кеттік па? Сол низком тазаламай қойғау да болады да. Осының үстіне жасай беремін, чтобы нанға анан дәмі, иісі чесноктың барлығы сіңіп. Итальянский хлеб фокаччо жасаймыз. Фокаччо деп жасаймыз. Сіз өзіңіз жасап қараңызшы. Есейтін ба? Так, мына жерге жазам ба да? Фокаччо деп жазыңыз. Фокаччо жүріс па? Фокаччо.
Поиск начать. Так. Разогрейте Духовку дейді, разогреть деп айтты. Сосын дальше Поднос алабыз. градустер ма? Я пока 250-ге қоямыз. Сосын дальше Дальше жасаймыз. Қуат кетпейсің, анау ұзаған ойнады. так 220 грамм комнатной температуры дейді. Ну, мұздайла бола береді. Тестін көтеріне алмаймын. Дрожжино можно. 220 грамм. Тестоға аспай керек. Тесто по расчету, да? Грамм. 200 Сосын бесі құйып жатқанда мынаған тигізуге болмайды көрдіңіз ба? Бесі ойнап кетеді. Мынаған тигізбей қою керек. Дальше. Сосын 1 чайная ложка сахар дейді. Мына түпте сахар қалды. Мені қасым. Сахар, соль, Жетпей ма сен? Сахар, соль. дрожжи керек. Чайная ложка дейді ма? Чайная. Дрожжи 8 грамм. Так. Свежий дрожжи болса 20 грамм, андай сухой дрожжи болса 8 грамм. Так, бізде сухой дрожж ғой. Иә. 8 грамм, да? 2 чайная ложка. Қазір. Ада, айтып тұратын шығар 8 деп. 3 грамм, 4 грамм, 5. Немен келді ма? Бізде мемшқа екі қап. 7 грамм. Болды. Закрутимыз. Сосын дальше. Дұрыс па? Тартса ше. Раушанда қарасы келіп тұр. Так, 10 секунд араластырады өзі. Қалайсың емне? Қалдар қойып, қалып та атсындар. Маған керек болып тұр қазір. Так, 400 грамм окей. Еседі, Мен кейін сағат болып жатыр, 12-де той ғой. 400 грамм алып жағамыз да. Қызықпай шегіріп қаламын ғой, екеуі. Нешеуген сана өрін қоғамын десін. Бірталай саласың әлі қайда? Сөйтейін ба? Қорқып істейді. Қорықпайсың жасаңыз, өзіңіздің затыңыз. Басында қорқа соқпайсыз, болды. Ішіне етпейді, құттай асып кетсе. 400 грамм. Жарет болды. Дальше. Так. Мына бірдеңе ішінде. Қайда? Бірдеңе жасадық. Мынау күшті екен. Мороженое, да? Анау мороженое. Еріп кеткенше. Не? 30 грамм. Петрушка мен лимон. Анандай майда Жетпейді. Кәдімгі салат. Анау коктейль, анау не? Так. Обычно майда да қоса беруге болады қыздар. Не, подсолнечное масло можно заменить. Бюджет. Қосқаттың ба? Чайная ложка соли. Так, чайная ложка соли дейді қайда? Не жасалады сен? Нан салат. Кәдімгі ма? Қамыр ма? Факатчы. Ана қатты емес мынау, уақыт емес. Көп емес беремін. Далее устанавливаем крышку. Тесто режима курса. Тесто Қандай бұрасаң да өзің өмірсің ситуация да. Тек құттай қозғасаң болды. тестінікі өзі
ал қош келдіңдер мастер классқа. Сәлем достар деймін ба? Ютубта қош келдіңдер мастер классқа. Қараңдар. В общем, мен алдым мынадай аппарат. Рахмет. Алдым. Алып жатырмын сол. 885 мың теңге. В общем, алатын болсаңдар хабарласыңдар. 12 айға алып тұрмын. Халық маркетте скидка болып 867 мың, 24 айға 36 мың теңгеден келеді. Күніне 1200 теңгеден келеді. Былай есептегенде. 1200 теңгеден мысалы базарға сол алсаңыздар, Жоқ, былай адам деген бар ғой. Мысалы, 2 жылға 36 мың теңгеден ғой. Мысалы, бір соққыда біз мана бір алма бір апельсиннен сок жасадық. Сіз коробкадай соқты 800 теңгеге аласыз. Мысалы, бір алма мен бір апельсин 800 теңге шықпайды ғой. 150 теңгеге шығады ғой. Бір жасыл алмамен нені, допустим, жасыл алма 150 теңгеге шықты да маған кеше. Сосын свеклолар енді баяғыда үйде барып ала береміз ғой. Сосын не апельсин. Просто бұда экономия, сомка пісірсекте біз 2-3 картошка саламыз, ал бұда 60 грамм, 70 грамм сұрайды. Морковка да 70 грамм, 60 грамм сұрайды. Біз ыссы тамақ пісіреміз, сол кезде көресіз. Мысалы, филе 300 грамм, Екі неге жетеді морковь ол? 60 грамм, жуа бір штук, мысалы, соның барлығын, қазір бізде күшті ресторанский тамақшылар, соус, үйде бар нәрселерді күшті тамақ жасаймыз. Бірінші нан жасаймыз, содан салат жасаймыз, содан тамақ жасаймыз. Қалай екен коктейль? Смузи ғой? Мынау смузи. Негізі еттен кейін ішсе күшті болады деп жатыр. Еттен кейін Бізде мына үйде не бар, сонымен жасадық жаңа. Не? Груша қостық та, не қостық ғой? Сол ғой да? Земде тез шыққан. Қолымызда ештеңемізді болған жоқ. Қазір Қазір. Пергамент жайып беріп ашушы. Соус көп екен ба? Соусты ішу үйренеді. Соус сұйықтау да сосын. Сыр неме жоқ болды.